Өңірде мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен ауыл аманаты бағдарламасы қарқынды жүзеге асырылуда. Жобаның негізгі мақсаты ауылдың экономикасын және халықтың өмір сүру деңгейін арттыру. Бастысы тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Бұл бағдарлама Қазталов және Шыңғырлау аудандарында жүйелі түрде жүзеге асып отыр. Тақырыпты тілші толықтырады. Аудан бойынша ауыл аманаты бағдарламасы аясында кеңсе жобасы құрылып, әрбір аулаларда скрининг жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде әлеуетті несие алушылар саны 106 адамға жетті. Солардың бірі Назгүл жеке кәсіпкерлігі. Шаруашылық жетекшісі Самат Шакуов бағдарлама аясында 2,5% жеңілдікпен несие алып, қорасын малға толтырды. Қазіргі таңда қыстақтағы ірі қара бордақылауда тұр. Былтыр күзде несие алған болатынмын, 2,5%-бен. Сол несиеге 6 миллионына 35 бас бір жылдық еркек баспақтарды алып, қалғанына жем, шөп, керек заттарды алған болатынмын. Міне күні бүгінге сол алынған малды бордақылап ұстап жатқан бағытым бар. Аудан бойынша бағдарламаның игілігін көргісі келетін тұрғындар саны артып отыр. Оларға биылғы жылда қолдау танытылатын болады. 2023 жылы ауданымыз облыс бойынша ауыл аманаты бағдарламасы іске қосылған болатын. Ауданымыз бойынша 106 адам осы ауыл аманаты бағдарламасымен несие алып 2,5%-бен жұмыс жасап жатыр. Етті бағыттағы, сүтті бағыттағы ауыл шаруашылық жануарларымен жұмыстанып жатыр. Аудандағы біріккен кооперативтерді техникамен жабдықтау бағыты бойынша да 4 жоба мақұлданып іске асырылуда. Аудан орталығындағы дән мәдениет үйінде ауыл аманаты бағдарламасы түсіндіріліп, несие алу жолдары айтылды. Жиынға қатысқан сала басшылары мен мәслихат депутаттары бағдарламаның ережелері туралы айтып, шаруалардың түрлі сауалдары мен ұсыныстарына тиісті жауап берілді. Биылдың өзінде біздің аудан бойынша 70 жеке кәсіпкер қатысып, 466 миллионнан астам теңге көлемінде несие алып, сүтті бағыттағы негізгі бағыт мал алып келді, асыл тұқымды мал, тауарлы мал және ауыл шаруашылығынан басқа да өндірістік түрлерінен несие алды, бақша егетіндер құрал жабдықтар алды. Несие алып шаруаларын дөңгелетіп отырған қожалықтарда мал бордақылау жұмыстары өз деңгейінде жүргізілуде. Лоқпан елеу, Мерібек Бисекешев, Евгения Потапова, Сайт Самиғолла, Ақжайық ақпарат.